Арғын бұл атау көне жазбаларда ғана емес, даланың желінде, қарт қарияның шерткен шежіресінде, домбыраның күмбірінде тірі. Бұл бабалар аманатын арқалаған, болашаққа жол ашқан есім. Бүгін біз өткенге көз жүгіртіп, арғынның тарихына үңілдік. Бірақ бұл тек естелік емес, бұл ұмытпаудың, ұлықтаудың жолы. Себебі өткенін білмегеннің ертеңі де болдыр. Тарих бұл уақыт емес, бұл ұрпақтың жүрегіндегі сана. Арғын сол сананың бірі, діңгегі. Ол жекенің емес, елдің рухани тамыры. Егер сен өз тамырыңмен мақтансаң, өз ұлтыңмен мақтансаң, онда бүгінгі тарих сабағы босқа кеткен жоқ. Бүгін сенің жүрегіңде баба үні жаңғырды. Ертең сен соны аманат қып келер ұрпаққа жеткізерсің. Себебі қазақ болу тек ұлттығымыз емес, бұл ұлы мұраның жалғасы болу. Арғын бұл жай ғана қазақ тайпасының атауы емес. Бұл ғасырлар бойы сақталған жауынгерлік рух, даналық пен парасаттылықтың таңбасы. Бұл ақ тұяғы жеткен сайын көшіп, ақ найзаның ұшымен ел қорғаған, текті сөздің күшімен елді ұйыстырған бабаларымыздың ісі. Бүгін біз арғын тайпасының таңғажайып тарихына, оның Еуразия кеңістігіндегі ұлы жолына бірге саяхат жасаймыз. Бұл тек өткенді еске алу ғана емес, болашаққа сеніммен қарау. Арғынның шежіресі сенің де тарихың. Арғынның бастау алған мекені ұлы дала. Ежелгі Қытай деректері мен түркі жазбаларында аты кездесетін бұл ру алғашында Алтай мен Тарбағатай маңында өмір сүрген. Арғындар гун, түрік, қарлұқ, қарахан кезеңдерін бастан өткеріп, әр дәуірде алғы шепте жүрген. Этнонимнің төркіні туралы пікірлер көп. Белгілі ғалымдар Шоқан Уәлиханов, Мұса Шорманов, Тынышбаев еңбектерінде арғын атауының моңғол тілінен енген, кең жазық жердегі бақташы мағынасын білдіретіні айтылады. Басқа зерттеулер оны Аргун өзені бойынан шыққан деп те болжайды. Тарих сахнасындағы арғындардың алғашқы қадамы батыс түрік қағанаты дәуірі. Олар мемлекеттің негізін қалаған тайпалардың бірі болды. Қытай жылнамаларында арғын көсемдерінің есімдері ерекше аталып, саяси беделінің жоғары болғаны көрсетіледі. Арғындардың ислам дінімен қауышуы талас бойында басталған. Соплық бағыттағы ғұламалар мен араб миссионерлерінің ықпалымен арғындар исламды қабылдап, бұл дінді далаға таратушылардың алдыңғы легіне айналды. Моңғол шапқыншылығы кезінде арғындар жошы ұлысының құрамына енді. Олар Шыңғыс ханның жорықтарына қатысып, әскери саяси құрылымда ерекше орын иеленді. Бату ханның батысқа жорығында арғын батырлары алдыңғы шепте болды. Ақ Орда дәуірінде арғындар ел басқаруға белсене араласты. Ақжол би мен Болат қожа сияқты көсемдер Орыс ханның кеңесшісі ретінде тарихқа енді. Бұл арғындардың тек соғыс майданында емес, билік пен даналық кеңесінде де мықты болғанын дәлелдейді. 15 ғасыр қазақ хандығының құрылу кезеңі. Дәл осы тарихи сәтте арғындар Керей мен Жәнібек бастаған қазақ хандарының сенімді тірегіне айналды. Олар жошы әулетінің заңды мұрагерлерін қолдап, қазақ хандығының негізін қалаған ру ретінде танылды. Орта жүздің ноқта ағасы атану бекер емес. Арғындар келісіммен шешім қабылдауда соңғы сөзді айтатын, билер кеңесінде төрге шығатын мәртебеге ие болды. Бұл олардың беделінің, парасатының, сөзінің салмағының дәлелі. Қазақ хандығы кезіндегі батырлар мен билердің көпшілігі арғыннан. Қаз дауысты Қазыбек би, Бұхар жырау, Бөгенбай батыр, Олжабай батыр, Ағбай батыр, барлығы ел үшін жанын берген ерлер. Бұл тек ру тарихы емес, ұлт тарихы. Кеңестік дәуір мен тәуелсіз Қазақстан тарихында да арғын өкілдері алдыңғы қатарда. Абай Құнанбаев, Мағжан Жұмабаев, Мұхтар Әуезов, Бейімбет Майлин, Талғат Бигелдинов, Тоқтар Әубәкіров бұл тек атақты есімдер ғана емес, халықтың үміті мен мақтанышы. Ғылым, мәдениет пен спортта да арғындар көш бастап келеді. Әлкей Марғұлан археология мектебінің негізін қалады. Шәкен Айманов киноөнердің атасы атанды. Серік Сәпиев бокс әлемінде елдің абыройын асқақтатты. Арғындардың мәдени ықпалы тілімізде де сақталған. Қазіргі әдеби қазақ тілі әсіресе орта жүздің солтүстік шығыс диалекті арғындардың тілдік үлгісі негізінде қалыптасты. Бұл тіл арқылы да елге үлгі болғандығының көрінісі. Тіпті Қырым мен Үндістанға дейін таралған ұрпақтар.
Арғын руының кейбір өкілдері Қырым хандығының билігіне дейін көтерілсе, басқалары Бабырмен бірге ұлы моғолдар империясын құруға атсалысты. Бүгінгі Қазақстанда арғындар тарихтың тірі куәгері. Олардың ұрпақтары саясатта, экономикада, ғылымда, өнерде және спортта ел намысын қорғап, тәуелсіз Қазақстанның өсіп өркендеуіне үлес қосып келеді. Арғын тарихы қазақ рухының шежіресі. Бұл ел мен жерге деген адалдықтың, батырлық пен білімнің, мәдениет пен даналықтың символы. Арғын бабалар жолы ұлттың рухани желісі, ұрпаққа мұра, елге тірек. Арғын тайпасының тарихы бұл бір рудың ғана емес, тұтас қазақ халқының дастаны. Олардың жүріп өткен жолы бізге сабақ, болашаққа бағыт. Бұл тарих әр қазақтың жүрегінде мақтаныш отын жағуы тиіс. Сен де сол ұлы ұрпақтың жалғасысың. Өз тегіңді таны, өз тарихыңды біл. Егер бұл бейне сенің рухыңды оятса, лайк басып, арнаға жазылып пікір қалдыр. Сенің қолдауың жаңа тарихи бейнелердің жалғасуы.